Біз тағы да бір батыр азаматымыздан айырылдық. Тағы да үнсіздік, тағы да әділетсіздік, тағы да құрбан. Әділет Жолдасбаев 1996 жыл Қарақалпақстан елінің Қараөзек жерінде дүниеге келген. Ол 2022 жыл Қарақалпақстан уақиғасында қатысып, ел үшін, әділдік үшін, шындық үшін күрескен белсенді болған. Қазіргі таңда Алматы қаласында жұмыс жасап, күнін әрең көріп жүрген болатын. 6-шы микрорайонның бір жалдамалы пәтерінде тұрған. Арада уақыт өтіп, аты жөні сыр тұтылған Өзбекстан азаматы сол пәтерде Әділбекпен бірге тұруды өтініш қылған. Сенген қойым сен болсаң деп, сол жалдамалы пәтерде әлгі өзбек жігіті мас күйінде Әділбек Жолдасбайұлын 20 жерінен пышақтап өлтірген. Әділбек мас болмаған. Ол өз өмірін осы қоғамның оянуына, халықтың мүддесін қорғауға арнады. Бірақ оның үні көп жағдайда естілмеді. Оның жан айқайы ескерілмеді. Енді ол жоқ. Ол өмірден өз еркімен кетпеді. Оны мына сасық шіріген жүйе құртты. Оның өлімі кездейсоқтық емес. Бұл үнсіздіктің, немқұрайлықтың және билік тарапынан келген қысым мен еленбеудің нәтижесі деп ойлаймын. Естуім бойынша уақиға орнындағы қан іздері жоқ. Сонда ол қалай болғаны? Қандай адам өлтіріп болып, қан іздерін тазалап үлгереді екен? Мысалы мен адам түгіл, бір айуан көз алдымда өлгенін көріп, жаным ашып, стресске түсіп, аң-таң болып қалам ғой. Бұл айуаннан да жауыз болып тұр ма? Сонда, мұндай адамдар өте ұқыпты жұмыс жасайтынына қарап, бұрын бір тиісті органдарда жұмыс жасамады екен деп қоямда. Өйткені қарапайым адам бұл істі жасаса, кемінде бір іс қалдырар еді. Не болса да қылмыскер ұсталып, тергеу изоляторына алып кетілді. Ол жақта не болды, сот қашан, ол жайлы ақпаратты бізге ешкім бермейді. Бәрі іс жасырын түрде өтетініне 100% сенімдімін. Бірақ Әділбек бауырымыздың қаны жібермейді. Одан қалса, біз бармыз. Біз сияқты жан ашитын жандар бар Әділбектің артында. Ол жалғыз емес. Оның артында бүкіл Қарақалпақ халқы бар. Біз де үнсіз қалмаймыз. Солай емес пе? Қарақалпақ бауырларым, және де айтарым, бұл өлім бізге ешқандай сабақ емес. Бұл жағдай бізді күреске шақыру. Біз оның жолын жалғастырамыз. Енді көз жұмбаймыз. Оның үні біздің үнімізге айналады. Қош бол, күрескер, сенің артыңда үнсіз қалатын халық жоқ. Көздегі күңіренген күнде мұңаямды өкпелеймін кімге? Келем үнсіз аңдамай, өкінішпе бұл қалай? Жеткізбейтін арман-ай, өтеді өмір жалған-ай.